Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Еліміздің бірнеше өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Тараз қаласының кейбір жерлерінде тұман түсуі күтілуде. Ашық деректерде синоптиктердің болжауынша Қазақстанның бірқатар аумақтарында дауылды ауа райы сақталады деп хабарлайды Қазгидромет РМК баспасөз қызметі. Жамбыл облысының оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман күтіледі. Солтүстік шығыстан соғатын жел облыстың оңтүстік батысына, солтүстік шығысына да, таулы аймақтарында 15-20 метр секундқа дейін көтеріледі. Ал 26 желтоқсан күні түнде екпіні 25 метр секундқа дейін барады. Тараз қаласының кей жерлерінде тұман күтіледі. Жетісу облысының солтүстік шығысында 15-20 метр секунд екпіні 23-28 метр секунд екпінге дейін баруы мүмкін. Қостанай облысының солтүстік, оңтүстік, батыстан соғатын жел екпіні күшінің солтүстікке дейін 15-20 метр секундқа дейін күтіледі. Қызылорда облысының солтүстік шығыстан жел соғады. Облыстың орталығында шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 метр секунд. Қызылорда қаласының солтүстік шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 метр секундқа дейін болуы мүмкін. Оңтүстік Түркістан облыстарының таулы бөліктерінде тұман күтіледі. Шығыстан оңтүстік-шығыстан соғатын жел облыстың солтүстігінде екпіні 15-20 метр секундқа дейін созылады. Сау саламаттықта жүздескенше ауа райын болжамдарын тек қана бізден анық ести аласыз.